Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз қайтадан менің асханамда кездесіп тұрмыз. Ол дегеніміз, біз қызықты рецепт жасамыз. Бүгін жасайтын балмұздағым осындай ыстық күнде балаларға жалпы химикаттан жасалған балмұздақ сатып алып бергенше өзіміз балмұздақ жасайық. Балмұздақтың түрі бұл мұзды балмұздақ. Білесіздер, балалар жақсы көретін мұздан жасалған керемет балмұздақ. Сондықтан егер сіздерге осы балмұздақтың рецепті керек болса, ал менімен бірге қалыңыздар. Бізге керекті заттар олар банан, апельсин, мандарин және де абрикос. Кез келген нәрсені, киви немесе клубника барлығын алсаңыз болады. Кез келген ойыңызға не келеді, соның фруктын бәрін алуға болады. Бананды тазалаймыз және де әрине кесеміз. Кескенде осылай кесуге болады, кубик қып, және де оны ұнтақтауға да болады. Талқандап, жақсылап ұнтақтап, оны пюре қып жасасаңыз да болады. Маған пюре қып жасаған ұнайды. Мен осылай 3 бұрыштап, 4 бұрыштап көріп едім, бірақ онша қатты ұнамады. Маған пюре қып ұнағанда бәрін кесесіз осылай, және де қантпен және немесе медпен араластырасыз жақсылап. Барлығын, өткені балалар деген балмұздақты не үшін жейді? Ол тәтті болғасын жейді. Сондықтан балаларды жеу үшін осылай ішіне осыдан кейін қант немесе медпен араластырсаңыз өте дәмді болып шығады. Барлығын турадым. Енді стақанымызға саламыз. Стақан жаңағы одноразовый деп айтады, бір қолданатын стақанды жасасаңыз да болады. Немесе үйде осындай стақандар болса, кез келген формаға жасай бересіздер. Қалағаныңызды жасайсыз. Және де бірінен кейін бірін саламыз. Бірінші мен абрикосты салып жатырмын, бананды, малинаны, одан кейін апельсинді. Сіз бір кесеге осылай, екінші кесеге бірінші малинаны салып, екінші апельсинді осылай араластырып, өзіңіз қалағанша полоска жасайсыз. Әрине, жаңағы ең соңында сок қосамыз. Сок ол магазиннен сатып алған жаңағы табиғи натуральный сокты қосамыз. Менікі бұл жерде мультифрукт деген түрі, көптеген фрукттардан жасалған. Ішіне жібереміз сокты, барлық жеріне тарасын деп. Сол болды, дайын. Балмұздағымыз өте оңай. Үстіне қасық қойып қоямыз міндетті түрде, ертең қатып қалған кезде ала алмай қаламыз. Болды, өтті. Мен азанда жасадым. Кешке жақын 9-дарда алдым морозильниктен. Холодильник емес, морозильникке қоямыз. Жылы суға осылай құйсаңыз, тез ішінен шығады. Жылы суға қойып тұрасыз, 10 секундтай, одан кейін өзіне өзі алынып қалады. Ал енді бізді мұзды, тәтті балмұздағымыз дайын. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.